тігілген дүние немесе жарысып жатқан нәрселер, жарыстар шариғатқа сай болу керек. Ассалаумағалейкум жамағат. Жүлделі ойындарға қатысуға бола ма? Яғни жүлде тігілген ойындарға шариғатта рұқсат бар ма? Оның қайсысы құмар ойын болып саналады? Осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Жүлделі ойындарға қатысты шариғаттың үкімі. Жүлделі ойындар екіге бөлінеді. Жалпы, біріншісі өзіміз білетін жүлде қойылатын ойындар, екіншісі жүлде қойылмайтын ойындар. Мысалы, жүлде қойылмайтын ойындарға бір адам мен бір адамның күресуі, немесе қол күрестіруі, ешқандай ақша қоймастан, ешқандай дүние қоймастан, жүлде қоймастан болатын жарыс, былай айтқан кезде күш сынасу арқылы. Ал енді жүлделі бір белгілі бір қаражат қойылып, екі жақты ол қаражатты алуға байланысты ойындар бар. Мысалы, шариғатта бұл жүлделі ойындарға, яғни бір қаражат қойылатын жарыстарға шариғатымыз белгілі шарттар қосады. Бірінші шарт, жүлде үшінші жақтан болу керек. Мысалы, екі адам атпен жарысатын болса, үшінші адам ол жеңген адамға мынанша сыйлық деп айту керек. Немесе сол екі жарысып жатқан адамның біреуі ғана жүлде қоятын болса, қазір сен мені жеңетін болсаң, мына ақшаны аласың. Ал мен сені жеңетін болсам, еш нәрсе алмаймын, еш нәрсе алмайсың деп шарт қосатын болса, ол шариғатта ешқандай зияны жоқ болып есептеледі. Ал енді сен ұтсаң, мына затты бересің, мен ұтсам, мына затты берем деп қаражат тігіліп бәстесілетін болса, ол шариғатта харам болып есептеледі. Шариғатта рұқсат етілмейтін дүние болып есептеледі. Ал енді жарысқа кіретін адам, үшінші адам да өзінің атын қойып, екі адам жарысып жатыр, үшінші адам келді, өзінің атын қосты, және де ақшаны да, қаражатты да ол тікті. Ол кезде өзінің атының ұтатындығына сенімді болатын болса, яғни жарыста жеңетіндігіне сенімді болатын болса, үшінші адам жаңа қаражатты қоюына болады. Ал сол үш адамның біреуі алады. Сенімсіз болатын болса, екі жақта көріп тұр, ол аттың жеңбейтіні белгілі. Оған пайғамбарымыз тыйым салған. Енді осы жүлделі ойындарға байланысты пайғамбарымыздың хадистерін айта кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ол кісіден келген хадистерде, риуаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірде Айша анамызбен өмірінде екі рет жарысқан деген риуаят келеді. Бірде пайғамбарымыз ұтса, екіншісінде Айша анамыз ұтқан деген, яғни жүгіріп жарысудан Айша анамыз ұтқан деген риуаяттар бар. Сол секілді ат, түйе, тағы бір заттарды жарыстыру арқылы не қылуға болады. Бірақ соңғы шариғаттың нақты үкімі, бірінші жүлде үшінші бір жақтан немесе екі адамның біреуінен тігілу керек. Екі адам бірдей ақша тігетін болса, мал дүние тігетін болса, ол шариғатта рұқсат етілмейді. Ал екінші шарт, ешқандай құмарға айналып кетпеу керек. Құмарға айналып кететін болса, ол жерде басқа да харам дүниелер жасалатын болса, ол ойын, ол жарыс рұқсат етілмейді. Ал үшіншісі, тігілген дүние немесе жарысып жатқан нәрселер, жарыстар шариғатқа сай болу керек. Мысалы, ер мен ердің күресуі, ер мен әйелдің күресуі, былай айтқан кезде шариғатымызда не болмайды, рұқсат етілмейді. Ал ер мен ердің күресуі немесе күш сынасуы шариғатымызда рұқсат етіледі. Тағы сол секілді басқа да шариғатқа қайшы дүниелер болатын болса, қайшы әрекеттер жасалатын болса, ол жарыс түріне шариғатымыз рұқсат бермейді. Тағы бір соңғы шарты, ешқандай құмарға айналып кетпейтін болатын болса, ол жарыс түріне рұқсат етіледі.